Сәлем бердік, келін асханасымен бірге биылғы жылдың хитіне айналған сан тортын жасайық балды корждармен. Корждарымыз жұмсақ болады, біріншіден өте дәмді болады. Судың буында 2 ас қасық бал, 200 грамм қант және 70 грамм сары майды ерітеміз. Егерде асты қалың кастрюльдеріңіз болса, соған салып және газымыздың оттың астын сәл ғана көтеріп қойып ерітсеңіздер де болады. Бәрі еріп, біркелкі массаға айналған соң, шым сода қосамын, көпіртіп жіберемін. 5 минуттай суытып, 2 жұмыртқаны бір-бірден жарып, дұрыстап араластырып жіберемін, жұмыртқамыз пісіп кетпеу үшін. 400 грамм ұнға 1 ас қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып дайындап қоямыз. Ұн мен қопсытқышты араластырып алып, 1-2 бөлікке бөліп, біркелкі масса қамырға айналғанша біріктіреміз. Аса қатты қою емес, сәл бетіп қасығымыздан ағып тұратындай қамыр болу керек. Заказға жасап жүрген торттарымның арасындағы ең хиті десем де болады. Жақсы шығады, корждарымыз жұмсақ болады. Егер ұнды көп қосып жібермесеңіз, жақсы шығады. Және осылай пищевой пленкамен бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. А4 қағазының размерімен бірдей қылып, керек сандарды кесіп алдым. Маған 31 деген сан қажет болды. Қамырымызды 1 сағат өткен соң алып, 3-ке бөліп, күлшелеп қоямын және біреуін жаямын. Кремімізді дайындай береміз. Кремге 600 грамм творожный сливочный сыр алдым және 150-200 грамм қант ұнтағын қосамыз. Жақсылап 1-2 минут миксерлейміз, әртіктер кету үшін. Одан кейін салқын тоңазытқыштан шыққан 33% кілегейді құйып, тағы да миксерлеп жібереміз. Осының бәріне шамамен 5 минуттай уақыт кетті. Және ыңғайлы стаканға кондитерлік қалташаны кигізіп, өпе-пайға арналған насадканы салып, кремімізді ыңғайластырып салып аламыз. Артылған кремді тоңазытқышта ұстаймыз. Ватный дискке немесе мақтаға спирт жағып алып, подложкамызды сүртіп алдым және корждарымызды өстіп астына крем жағу арқылы орналастырып аламыз. Және өздеріңізге ыңғайлы қалаған бағытқа қарай кремімізді құя береміз. Астыңғы корждар онша байқалмайды. Астыңғы корждағы кремдеріміз шет-шеті әдемі болып шықса болды. Кондитерлік қалташадағы крем қолыңызда көп тұрған сайын қолдағы жылу барып, ақырындап жұмсара сұйыла бастайды. Сол үшін тез-тез қимылдауға, жұмыс жасауға тырысыңыздар.
Ерекше дәм беру үшін қайнатылмаған, яғни піспеген құлпынай джемін салып шығамын ортасына. Қою джеміміз. Немесе шоколадты ганаш қоссаңыздар болады. Әртүрлі конфитюрлар жасасаңыз болады. Менде толық барлығы 3 корждан шықты, яғни 6 корж. Барлық корждарымызға осылайынан кремді құйып шығамыз. Одан кейін жаңағы құлпынай джемімізді де құямыз. Келесі коржымызды үстіне қойған соң, сәл-сәл нығыздап үстінен басып жібереміз. Әсемде өз қалауыңызша алдын ала пісіріп қойған печеньеларды қоямын. Кондитерлі посыпкалар, кондитерлік дүкеннен сатып алған гүлдер болған, мастикадан жасалған. Олар сынып қалды, соның бөліктерін, өстіп жапырақтарын, гүлдерін әдемілеп қойып шығамын. Осындай шоколадты печеньеміз бар. Оның шоколадты жағын, қара жағын золотой кондуринге спиртті араластырып жағып шығамын, жылтыр әдемі түс беру үшін. 2 көк безені алып тастап, орнына Орео печеньеларды қоюды жөн көрдім, және альбени шоколадын ортасынан әдемілеп зигзаг қылып кесіп қойып шықтым. Ол видеоға түспей қалды. Қазір сіздер фотосын көретін боласыздар. Қай украшение ұнағанын комментарийге жазып қалдырыңыздар. Талқылап көрейік. Үстінен қант ұнтағын електен өткізіп, сеуіп шығамын. Кейінірек шоколадты шариктермен, әртүрлі шоколадты фигурный суреттермен және изоматтан ваза қойып жасайтын болдым. Алдындағы украшениеміз көк безені алып тастағанда более женственный көрінсе, бұл украшениеміз мужское оформление. Сіздерге екеуінің қайсысы ұнады, пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.